Құттықтаймын. Осы 5 сабақтың ішінде толыққанды мобильді приложение жасадың. Өте керемет, иә? Өзің шында да интерфейсті қостың, кастомизация жасадың, AI prompting, экшн арқылы жандандыру, Firebase бен Firestore арқылы бэкэнд пен база данных қостың. Әлбетте бұның қазірдің өзінде де супер. Біз ұмытып кеттік. Телефонға да қостың. Бұл негізі өте керемет, иә? Бірақ та бүгін 6-шы сабақ. 6-шы сабақ финал сабағы. Үлкен қадамдарымыздың бірі. Бүгін біз сабақтың осы модульді аяқтаймыз. Осы модульді аяқтау үшін кішігірім экзамен 2 қадамнан тұрады. Бірінші қадам лайв сессия. Қазіргі уақытта негізі программист ол тек разработкамен айналысатын адам емес. Бұл адам өзін сөзін жеткізе алатын адам болуға қажет. Себебі сен проектті жеткізе алып көрсете білу керексің. Сондықтан да бүгін осы арқылы питчқа дайындаймыз. Питч дегеніміз не? Питч дегеніміз бұл кішігірім уақыттың уақыттың ішінде толыққанды сенің приложениеңді тапсырып шығу. Ол бізде 3 минуттан тұрады. Осы 3 минутты толық бітіру керексің. Әлбетте осы сабақта тек осы емес, сонымен бірге біз GitHub-ты қараймыз. Сабақтың соңында бізде кішігірім мини-квиз болады. Бәрі оңай, уайымдамақ, ештеңеден қорықпа. Жақсы, бастайық. Жаңағы айтқан питч 3 минут дедік. Шыны керек 3 минут өте аз, иә? Аз естіледі. Бірақ та оған құрылым бойынша бүткіл проект жетеді, ішіне сыйып кетеді. Әлбетте оған қасы уақыт қалады. Соған орай біз осыны 4 бөліктен шығарамыз. Ең бірінші 45 секундтық бірінші бөлік. Бірінші бөлік мәселе, проблематика. Мен мысалы қосымшаны жасадым деп бастамауға жетсін. Мысалы, мен проектімді ашайын. Өзіңнің проектіңді толық көрсету үшін сен жай ғана бастамайсың. Мен приложениемді мен былай жасадым, былай қарастырдым, менде мында өзгеріс болды, осылай жасалып болғасын, керемет, менде жұмыс жасауым олай істемейсің. Себебі сен бастаған кезде мақсатты пайдаланушыға кім және оның қандай мәселесі бар туралы айту керексің. Мысалға, менің приложением басқа мысал. Сабақтан кейін сыныптастарымның үй тапсырмасын талқылайтын түсінікті жер жоқ. Кейбіреу Discordта істейді, кейбіреу WhatsAppта, кейбіреу Telegram звонокта. Ал нақты осыдан кейін екінші бөлік осы мәселеге шешім алып келу. Сенің шешімің менің үй тапсырмаларымның тізімі мен оған комментариялар бар қосымша жасадым. Көрдіңдер ме? Мен мәселеден бастадым. Оған шешім әкелдім. Келесі үшінші бөлікте өзімнің демо тапсырманы көрсетемін. Демо тапсырма көрсетілім негізі ешқандай қиын ештеңе жоқ. Жай ғана былай айтасыңдар. Мысалы, аштыңдар, көрсетесіңдер. Әрбір нүкте тұрын. Бірақ та ескертейін балалар, әрбір өткен көрсету қажет емес. Мысалы, мен навигация мен интерфейсті толыққанды бітірілді, әрбірі жұмыс істегеннен басқан кезде келесіне ауысады деп көрсетесің. Мысалы, менде Firebase база данығы бар деген сияқты айтуға болады. Бірақ та әрбір жасаған затыңды айтуға уақыт жетпейді. Екі тексеріп жатқан адамға қызықсыз. Себебі біз қызығушылық алып келу керекпіз, ішпысарлық емес. Мысалға айта келе, мынаны істедім, таймерді қарадым, осыған логика қосуға тырыстым, мынаны бастым, ананы бастым, жоқ. Әлбетте, осының барлығын қорытындылайтын төртінші бөлігіміз болашақ. Қалай сонда болашақ деген кезде? Болашаққа тапсырма қою, мақсат қою, арман қою. Мысалға айта келе, мен болашақта осы модуль 2-де толыққанды осыны кодта жазамын. Шыны керек, егерде мен оқушым осылай маған айтса, мен қызығатын едім. Вау, сен осының бәрін точно жасай аласың ба деген сұрақ қой. Егерде я, мен істей аламын, мен осыны істеймін деген сияқты мақсат қойса, бұл керемет. Әлбетте осындай мақсат қоя білу қажет. Себебі бұл өмірде де қажет. Әлбетте соңында, егерде сендер сөз дайындап қойсаңдар, сөзді оқымауға тырысады. Бұл менің атынан лайфхак. Келесі. Қазіргі айтып отқандай, осы мәселені айтты, бірақ та питчтің 2 түрі бар. Әлсіз питч, ол бізде бір. Мысалы, әлсіз питчқа, мысалы, сөйлем, мен қосымша жасадым, ол жұмыс істейді. Мынау скриншот, мынау түйме, ол скриншотта жұмыс істейді. Түймен бәрі жасайды, кромкілер жасайды, көріп тұрғандай бәрі керемет. Директорды сақтайды. Firebase қосылған, Firebase'ның ішінде Firestore, оның ішінде 3 элемент, мәліметтердің әрбірінде бар, керемет, бәрі жасалынған, нақты элементтер бар. Не байқадыңдар? Монотон. Бір уақытта жетпейді эмоция қажет. Сондықтан да келесі, шын әлсіз емес, жанданып тұрған жақсы питчті керек. Жаңағы логика бойынша 4 бөлікті қолданамыз. Білесің бе? 5 пәннің үй тапсырмасы 5 бөлек чатта. Шында да қиын. Мен әрбір чатта ашып отырым келмейді. Физика, математика не? Жоқ. Мен осыған орай өзімнің приложениемді жасадым. Осы мәселені шешетін приложение Quiz App деген сияқты атын келтіріп жіберсеңдер өте керемет болады. Мысалы, оның жұмысы демода көріп тұрғанда, осы түймеден кейін осылай жасайды да, әрбірінің ішінде қосылады деп, осылай жанданып эмоция қоссаңдар өте қажет болады. Себебі эмоция болмаса, ешкім тыңдамайды. Да, ол белгілі. Бірақ та
ескертемін. Егерде сендер қазіргі блогерлар бар ғой, сен деген бұлай жоқ, пафос қажет емес. Пафоспен бірге салмақты болу керек. Салмақтымен бірге сөздің харизмасы болу қажет. Өте маңызды бөліктерін жақсы жалғастырайық. Негізі бұл сөйлеу мәдениеті. Бірақ та осы сөйлеу мәдениетін қайда саламыз, қайда жазамыз деген сұрақ пайда болса, ең оңай жолы жай ғана OBS деген приложение бар. OBS деп жазылады. Осындай сайт, түйме осындай, сайт осындай. Егерде Windows болса Windows арқылы, macOS болса macOS арқылы, Linux болса Linux арқылы жазасыздар. Жазылған кезде ол былай 150 мегабайт жазылады, бірақ та бұл инсталлер, бұл деген толық приложение емес. Бұл жай ғана инсталлер, жазып беруге көмектесетін архив сияқты. Содан кейін жай ғана үстінен басамыз, осы жаңағы папкадан и үстінен 2 рет басамыз. Бұл жақта бәріне принять, next деген басы арқылы қабылдай бастайсыңдар. Ол өте маңызды, себебі next деп басып соңында шығады. Соңында қателеспесем, сіздерде соңында осындай рабочий столға OBS Studio деген сияқты шығады. Мысалы, міне көріп тұрғандай, мен қазірдің өзінде проектімді осы жаққа салып жатыр. Бұл жақта және стрим жасауға болады, сондықтан да кімге қызық, көрулеріңе рұқсат. Осы арқылы жазуға болады. Екінші сайт арқылы болады. Loom деген сайт бар. Осы сайттың негізі өте жақсы, ешқайда жазбайсыңдар, жай ғана көмектеседі. Extension арқылы көмектеседі. Бірақ та бұда қателеспесем 25 видео тегін, и оның өзінде 5 минутқа дейін. Егерде ұзақ видео жасағыларың келсе, келмей қалады. Сондықтан да OBS болады, Loom'да да болады. Келесі жалғастырайық. Loom, OBS жазылған нәрселердің барлығы видеоның видео деген ішінде тұрады. Ең соңында уақытымен барлығы толыққанда жазып отырады. Керемет, да? Жақсы, жалғастырайық. Осы жазу арқылы негізі ешқандай қиын ештеңе болмайды. Жазып аласыздар, видеоны түсіресіздер. Келесі. Соңғы бөлік. Негізі разработчик, программист деген адамдар, IT адамдары, сендер білдіңдер ма? Өздерінің бөлек соцсеті бар. Facebook, Instagram сияқты өздерінің бөлек соцсеті бар. Мысалы, ол Telegram канал емес, ол деген соцсет. Ол бізде GitHub. GitHub негізі өте қызық программисттердің соцсеті. Осы жаққа кіреміз, кірген кезде әлбетте регистрация өту керек. Мен бұл жақта регистрация өтіп қойғам, бірақ та бәріміз бірге кірейік. Так, мен аккаунтымнан шығып кетпей қояйын, лучше басқа жерден кірейін. Міне бұл жерде мен жаңа аккаунтым бар, бұл жақтан шығуға болады. Көріп тұрғанда бұл жерде кіру үшін регистрация өту қажет. Регистрацияны өту әлбетте маңызды. Регистрация өтеміз, қазір күте тұрайық. Керемет. Sign up дегенді басамыз. И бұл жақта регистрацияны неше түрлі өтуге болады. Ескертейін, юзернеймді өзгертуге болады. Жазылғаннан кейін де уайымдамаймыз. Сол жағына email, паспорт жазуға болады. Бірақ та ең оңай жолы Google-да осылай тіркелуге болады. Ешқандай паспорт жазу қажет емес, ойлап табу қажет емес, сонда кіреді, ешқандай қатесіз. Енді бұл жақ бізде жай ғана соцсет емес, бұл жерде әрбір IT маманы өзінің проектін осы жаққа салып отырады. Сондықтан да осыны ескерейік. Мысалы, осы жақтан қарауға болады. Қандай сайттар, қандай проекттер қарап, өзіне қызық жерлерін алуға болады. Бірақ та мысалы проекттерді біз алдағы модуль 2-де өтеміз, себебі қазір финал модуль 1 ғой. Модуль 2-де барлық проекттерді осында саламыз. Сондықтан да жай репозиторий жасауды көмектесейін. Репозиторий дегеніміз ол бізде проект салатын жер. Проект салат ешқандай қиын ештеңе жоқ. Бұл жаққа давайте бәріміз нейміз жасайық. Мен Бегар Сағай деп атын қояйын. Бегар Сағай крутой деп тағы да қояйық. Керемет, жасалды. Репозиторий, құттықтай. Сендер IT маманы болдыңдар. Осының арқасында сендер ең бірінші бейджға иесіңдер. Flutter Flow Builder. Құттықтай. Бұл өте маңызды сәттердің бірі, себебі сен ең бірінші бейджіңді алдың. Әрбір модуль сайын бізде бейджіктер болады, сондықтан да сен керемет баласың. Жалғастырайық. Соңғы қадам. Біз жаңадан бері жасадық, әдеметін көрсеттік, тексеріс жасадық, видеоны жасадық. Енді осы сабақтың астында бізде мини-квиз бар. Мини-квиз ол бізде емтихан емес. Біз осы барлық 5 сабақта өткен тақырыптың барлығын бекіту қажет. Соған орай біз модуль 1-дің бекітетін тест болады. Сабақтың астында әрбірін жасау маңызды. Осы сабақты тест жасап 4 сұраққа жауап берсең 5-тің өттің. Талмай қалсаң, қайтадан біздің шында да ответті іздемей, ешқай интернеттен қарамай, бұрынғы сабаққа көшіңдер, қараңдар қайтадан и жауап беріңдер, сосын ғана жалғастырыңдар. Себебі бұл бекіту өте маңызды, біліп қойыңдар. Жақсы, керемет. Осыдан кейін барлығын түсіндік, негізі жасадық. Енді ең соңғы бізде лайв сабағына не тапсыру қажет. Жаңа тест өтіп болғаннан кейін жаңағы видеоны қайда саламыз? Видеоны YouTube-қа или Drive-қа салып, ссылкасын алып, осы ссылкамен біздің Discord канал или Telegram каналға салуға болады. Әрбір каналға салынады, осы жақтан көріп тексеруге болады. Ол жақта біздің мұғалімдеріміз тексереді, өзім қараймын, уайымдамаңдар. Соған орай
GitHub аккаунт бірге. GitHub аккаунт өздерін жаңағы жасаған ссылкасын алыңдар. Келесі жаңағы видео и әлбетте соңында тесттің нәтижесі. Сосын бонус плюс 40 XP ала, сендер осылай толыққанды үй жұмысын жасауға ұмытпаңдар. Окей, 6-шы сабақ біз барлығын ескердік. Осылай біз финал сабағына жеттік. Құттықтаймын балалар, бұл өте керемет, себебі бұл біздің ең бірінші бейдж, ең бірінші лайв сессия. Алдағы уақытта одан да қызығырақ болады. Алдағы уақытта бізде өте қызық сабақтар күтіп тұр. 7-ші сабақта сендерді күтемін. Бүгінге осы рахмет, келгендеріңе сау болыңдар.